біздің денсаулық сақтау министрлігіне, экология министрлігіне мынандай атам заманнан қалған кассетамен адамдар бәрі лазермен жүрсе, Wi-Fi-мен жүрсе, бұлар кассетамен жүр деген сияқты ғой. Күйсіз ғой, кассета деген ылғалданса болды, бұл кассета деген құттай бір температурный ауытқулар болса болды, бітті дұрыс жұмыс жасамайды. Алғашты мұрнына біздің ауамыздың сапасын тапсырып отырмыз. Ана жақта немен жүр мына, әйтеуір біз айқайлап шулап алдырдық қой мына Қазгидрометке. Аэроклал деген құрылғыны. Ал гангта погрешность өте үлкен. Атырауда тұрмағасын бәрі бар ғой бізге. Астанада тұратын азаматтарға өкінішке орай бөлінбейміз, бәрі олар өздері бөледі да бізді. Біз бөлінбейміз, олар бізді бөледі. Ақшамыз керек, мұнайдың пайдасы керек, бірақ халқы керек емес. Мына гүрілдеп тұрған алау. Біз қазір Алғабас елді мекендеміз. Негізгі бұл тексерістің мақсаты бірдемен табу емес. Мұндай қалай деп айтайын, мысалға балыққа шыққанда әрбір балықтың өзінің қармағы болмай ма, өзінің жемтігі болады. Ал біздер қазір тұрмыз, этил метил меркаптанды таба алмаймыз, бензолдар таба алмаймыз. Сол баяғы қадап қалған айналған бір 2-3 ингредиент: диоксид азота, сероводород, углероды. Ал олардың иісі мынандай емес. Ал түні ойы халық шулады, мазаланды, ұйықтай алмады, бәрі бізге шықты. Ал осы құрал жайманың өте әлсіздігі жалпы біздің үкіметке де, білмеймін, ең жоғарғы басшыларға да қажет емес анықтау бұны. Ең керегі қазір байлық, ақша, экономика болды. Ал халық зарлап жатыр, шулап жатыр, маңызды емес. Атырау мұнай өңдеу зауытына комплекс глубокий переработкені де жасамау керек еді кезінде. Комплекс переработки ароматики КПА-нда кезінде қондырмау керек еді. Тыңдаған жоқ, ештеңе болмайды, ес болмайды дейді, ал сасып жатыр. Қазір желдің де бағыты өзгерді, жалпы түндегі алапат жоқ, кеше күндіз сасыды, қазір иіс аз дегенмен де мынау қанша болса да бұл құрылғылар ештеңе таба алмайды. Ал солай беззубый министерство, беззубый правительство, өкінішке орай ол шындық.